Кенеттен жерден бір қол пайда болды. Бірден бір адам жерден еңбектеп шықты. Осы сәтте оның сауыты жыртылып қалған еді. Көп ұзамай адам жерге құлады. Ес-түссіз жатқанда оны бірнеше жаулар байқады. Олар оның дулығасы мен сауытын шешіп алды. Тіпті қолындағы қару-жарақтарын да тартып алды. Содан кейін адам кенеттен оянды. Бірақ ол бірден қайтадан нокаутқа түсті. Өкінішке орай, жаулар оның өміріне зиян келтірмеді. Келесі күні 4 құм адам жақындады. Олар адамды аударып тастады. Содан кейін оны ояту үшін жәндіктерден алынған ақуызды пайдаланды. Осыдан кейін оны кең шөл дала арқылы сүйреп апарды. Адамның аты Джек еді. Ол ғарышта аң аулайтын. Осы кезде оның қарсы тұруға күші жетпеді. Джек жерге ауыр құлап, қайтадан есінен танып қалды. Ол оянғанда түннің басы болып қалған еді. Оның қасында тағы бір тұтқынға алынған келімсек болды. Олардың жалғыз күзетшісі Комит екен. Құм адамдары оларды құл етіп алғаны белгілі болды. Ұйықтап жатқан Комитін көріп, ол арқа жандарды кесіп қашуды жоспарлады. Күтпеген жерден ол Комитін оятты, бірақ Джек сабыр сақтады. Комиті аузын ашып, ақырын жақындады. Келімсек қорқыныштан көзін үлкейтті. Содан кейін Комиті кенеттен шабуыл жасады. Джек оның мойнынан ұстады. Бір соққымен ол Комитін құлатты. Ол Комиті тістермен арқандарды кесті. Содан кейін ол келімсекті құтқаруды жоспарлады. Сен сүйектеріңді кесіп тастайсың. Құм адамдары дыбысты естіп жүгіріп келді. Джек олардың бірін жерге итеріп жіберді. Ол бала екенін түсінді. Сондықтан шабуылды тоқтатып, қашып кетті. Осы сәтте Комиті есін жиды. Джек оны Комиті құлатқан кезде алысқа бармаған еді. Содан кейін оны құм адамдары есінен танып қалды. Келесі күні таңертең құм баласы оларды су іздеуге алып келді. Джектің қашып кетуіне жол бермеу үшін оларды тобықтарынан шынжырмен байлап қойды. Су көзіне жеткенде олар станцияны қарақшылар бағалағанын анықтады. Қарақшылар да өздерінің ерекше белгісін қалдырған. Құм баласының оларды жеміс қазуға мәжбүрлеуден басқа амалы қалмады. Комиті иісін пайдаланып, олар кішкентай құм төбесін тапты. Көп ұзамай келімсек жеміс қазып алды. Джек шөл далада суға бай, тағам болады деп күтпеген еді. Сол сәтте келімсек күтпеген нәрсені байқады. Кенеттен қара тырнақ пайда болды. Кенеттен болған өзгеріс Джек пен құм халқын қорқытты. Содан кейін жерден қолдың 3/4 бөлігі шықты. Ол ұйықтап жатқан 4 аяқты құбыжық болып шықты.